Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзім үйде жасайтын, тез асығыста жасайтын керемет салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Тойымды әрі. Осындай огурцегімізді қалағанымызша турап аламыз. Мен осындай соломка турап аламын. Қиярымызды соломка турап алдық. Енді мына тұздалған қиярымызды осылай соломка турап аламыз. Соленый огурцыларымызды турап алдық. Тағы да араластырып, енді жұмыртқамызды турап аламыз. Осылай соломка турап аламыз. Мұнда суға піскен жұмыртқадан мен екеуін алдым. Мына жерде осында жақсылап турап аламыз, майдалап. Зелендерімізді майдалап турап аламыз. Зелендерімізді майдалап турап алдық. Осындай қатты емес, кішкене жұмсақтау сыр алып алдым. Осыны да енді майдалап соломка турап аламыз. Сырымызды да майдалап турап алдық. Енді осыған чеснок турап аламыз. Бір зубчик чеснок турадым. Мен ашылау қылам десеңіздер, екеу қоссаңыздар болады. Мен біреу ғана қостым. Мен бұған кішкене қара бұрыш қосам, жарты чайный ложка. Шым-шым тұз қосам. Енді осыған бір 2 қасық майонез қосамыз. Осын жақсылап араластырып аламыз. Өте тойымды, әрі тез салат жейін дегенде жасай салатын керемет салат. Дайын болды. Енді үстіне кішкене кукуруз салып жібердім. Салатымыз дайын болды.